Сәлем, қадірлі оқушылар. Бүгін тағы да сіздермен Түркістан облысы Сайрам ауданы 4-ші мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі Абубакирова Феруза Ахмаджановна жану өнімдері бойынша заттардың формулаларын анықтау бойынша есептер шығару тақырыбында химия сабағын бастаймыз. Ал енді оқушылар, көңіл күйлеріңіз жақсы деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта сіздердің зейіндеріңіз ашылып, сабақты жоғары деңгейде түсініп аласыздар деген ниет білдіремін. Сабақтың оқу мақсаты берілген жану өнімдері бойынша заттың молекулалық формуласын анықтау болып табылады оқушылар. Ал енді сабақтың мақсаты берілген жану өнімдері бойынша заттың молекулалық формуласын анықтау есептерін шығара аласыздар мына сабақ аяқталған кезде. Демек, бұндағы біздің құндылықтарымыз сіздер сабақта достық қарым-қатынасына негізделген диалог орнату, жану өнімдерінің қоршаған ортаға әсерін, экологияға қорғау мәселелеріне мән беру, көмірсутекті отындар орнын басатын биоотындар алу жолдарын зерттейсіздер деген оймен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ал олай болса, барлық зейіндеріңізді шоғырландырып, бүгінгі сабаққа назар аударыңыздар. Оқушылар жану өнімдері бойынша заттардың формулаларын анықтау үшін көбінесе органикалық заттарды оттекпен жағады. Бұнда әрине сіздер білесіздер, көмірқышқыл газы және су түзіледі. Заттың сутек бойынша тығыздығы берілген болса, есепті шығару жолы тағы да жеңілдей түседі. Ал ол берілмеген болса, біз оның басқа жолдарын қарастыратын боламыз. Демек, бірінші есепке назар аударайық. 0,22 грамм көмірсутекті, оттекте жаққанда 0,66 грамм көмірқышқыл газы, 0,36 грамм су бөлінген екен. Заттың сутек бойынша тығыздығы 22-ге тең екені белгілі. Белгісіз көмірсутек формуласын табыңыз деген есеп берілген екен. Бізде белгісіз затымыз 0,22 грамм, көмірқышқыл газымыз 0,66 грамм, суның массасы 0,36 грамм, белгісіз заттың сутек бойынша тығыздығы 22-ге тең, табу керек SXHY, яғни көмірсутекті. Олай болса, есепті шешуді бастадық. Демек, оқушылар есепті шешкен кезде бірінші қадам алгоритмда берілген жазу екен, берілген жазып аласыздар, ары қарай шешеміз. Демек, мына жерде бізге сутек бойынша тығыздығы берілген үшін бірінші қадам бізде заттың салыстырмалы молекулалық массасын немесе молдық массасын есептеумен бастаймыз оқушылар. Демек, бізге D берілген екен ғой. Сол берілген D-ны пайдаланып 22-ні сутектің емерге көбейтіп жібереміз молдық массасына. Демек, бізде 44 грамм бөлінген мол, немесе 44-ге тең екен. Ал енді заттың емері мәлім болды. Енді мына есепті шешуге кірісейік. Бізде келесі қадам зат мөлшерін табу болып есептеледі. Бізде зат мөлшер табудың 3 формуласы бар, білесіздер. Соның ішінде мына жерде граммда берілген үшін зат мөлшері табудың массаға байланысты формуласын пайдаланатын боламыз. Яғни N тең болады масса бөлінген молдық массаға. Олай болса, SO2-ның зат мөлшерін тауып жіберейік. SO2-ның мына жерде массасы берілген екен 0,66 грамм. Оны бөліп жібереміз. SO2-ның молдық массасы 44-ге. Демек, бізде есеп-қисаптарды жүргізіп отырыңыздар, тағы да сенімді болу үшін бұл шама тең болады 0,15-ке. Бұл жерде SO2 құрамында бір көміртек атомы болғандықтан, демек N SO2 тең болады әрқашан N көміртекке деп өзіміз мынандай кіртіп қоялық, өзімізге оңай болу үшін. Ал енді келесі бізде өнім, екінші өнім, яғни көмірсутекті жаққан кезде бізде көмірқышқыл газы және су бөлінді деп отыр. Енді судың зат мөлшерін тауып жіберейік. Бөлінген су массасы 0,36 грамм екен. Молдық массасы 18-ге тең.
сутектің зат мөлшерін табатын болсақ, сіздер суның құрамында 2 сутек атомы болғандықтан, мына тапқан су молекуласын 2-ге көбейте отыруларыңыз қажет болады. Соған әрқашан мән беріңіздер. 0,4 мол сутек бар екен. Белгісіз зат құрамы белгілі болды. Яғни, белгісіз заттың құрамында 0,15 мол көміртек атомы, яғни 0,4 мол сутек атомдары бар екен. Олай болса 0,15-тің қатынасы 0,4-ге болады. Ал енді 1,5-ның қатынасы 4-ге болды. Енді 1,5-ды 2-ге көбейтсем, бүтін санға айналады. Сондықтан да әрқайсысын 2-ге көбейтіп жіберемін. Бұнда менде болады екен 3-тің қатынасы 8-ге деген қатынас келіп шықты. Енді шынымен сол дұрыс па екен деген сұраққа жауап беру үшін, мына жоғарыда біз оның несін тапқан едік? Молдық массасы немесе емерін тапқан едік. Соған назар аударайықшы. Көміртек 3 болғанда, сутек 8 болғанда, шынымен молдық масса 44-ке тең болады ма? Соны тексеріп көріп жіберейік. Тең болса, демек бізде белгісіз зат таптық десек болады. Олай болса, енді мына 3 және 8 атомды қойып, біз есептеп жіберейік. Молдық масса С3H8 тексеру дейміз бұны. 12-ні көбейтеміз 3-ке, и оған қосамыз 8-ді. Демек, 12-ні 3-ке көбейтсек 36, оған 8 қоссақ, демек 44 грамм бөлінген моль. Демек, біз іздеген затымыз, демек, біз іздеген көмірсутек формуласы бұл С3H8 пропан екен. Түсінікті ғой, оқушылар. Енді келесі есепке өте берейін. Енді бізде жану өнімдері бойынша әртүрлі деңгейдегі есептер беріледі. Сол үшін біз бүгін бір қанша типін қарастыратын боламыз, оқушылар. Келесі есеп 0,62 грамм белгісіз органикалық затты оттекте жаққанда 0,88 грамм көмірқышқыл газы, 0,54 грамм су түзілді. Белгісіз көмірсутектің ауа бойынша тығыздығы 2,14-ке тең болса, белгісіз зат формуласын табыңыз деген есеп екен. Мына жоғарыдағыдай, мына берілгенін жазып алдық. Мына қараңыздар, мына жерде берілгені. Мына берілген заттар, белгісіз органикалық затымыз 0,62 грамм. Жанған кезде бөлінген көмірқышқыл газының массасы 0,88, бөлінген су массасы 0,54 грамм. Тағы да белгісіз көмірсутектің ауа бойынша тығыздығы 2,14-ке тең екен. Ал енді бізге белгісіз органикалық зат қайсы зат деген сұрақ болып тұр екен. Оқушылар, олай болса, енді есепті шешуге кірісе берейік. Бірінші болып бізге әрқашан мына д берілген кезде, яғни салыстырмалы тығыздық берілген кезде, оны пайдаланып біз емерді есептеп аламыз. Енді зат мөлшерін табайық. Зат мөлшерін табу үшін бұл жерде де белгісіз органикалық заттың жану өнімдері барлығы массада берілген үшін граммда зат мөлшер табудың массаға байланысты формуласын қолданатын боламыз. Яғни n тең кіші масса бөлінген молдық масса деген формуланы қолданамыз, оқушылар. Ал енді есепті шеше берейік. Бізде мына жерде жоғарғы жағында көмірқышқыл газының массасы бар еді, 0,88 грамм. Мына сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Оны бөліп жібереміз. Молдық масса 44-ке.
Демек, бізде 0,88-ді 44-ке бөліп жіберіңіздер, 0,2 мол болады. Тағы да естеріңізге сала кетейін, көмірқышқыл газының құрамында бір атом көміртек болғандықтан, олардың мол сандары бір-біріне тең болады. Ал енді суның тура сол жоғарыдағы сияқты массасы берілген 0,54 грамм 18-ге бөліп, зат мөлшерін тауып аламыз. Демек, бізде 0,54-ті 18-ге калькулятормен бөліп көріңіздер, сіздерде 0,3 молға тең екен. Сутектің зат мөлшері соның құрамында 2 атом сутек болғандықтан 2-ге көбейтеміз. Демек, 0,3 молды 2-ге көбейтетін болсам, демек менде сутектің зат мөлшері 0,6 молға тең болып қалды. Ал енді оқушылар, мына жерде бізде тағы бір әдіс дейміз бар. Мына жерде олардың мол сандарымен шешіп кете берсек болады. Бірақ дегенмен бізге көмірсутек деп бермеген екен, белгісіз органикалық зат деп беріп отыр, иә? Сол себепті біз мына заттың құрамында оттек те бар ма екен деген бір ой тастаймыз. Яғни оны тексерудің мынандай бір жолы бар. Сіздер мұқият болыңыздар. Енді біз олардың мол сандарын тауып алдық. Мол сандары арқылы массаға өтуге болады. 0,02-ні көбейтеміз 12-ге. Нәтижесінде бізде 0,24 грамм көміртек бар екен. Ал енді тура сол сияқты сутектің де 0,06 мол болған еді. Оның атомдық массасы 1-ге тең болғандықтан, салыстырмалы атомдық массасы, демек массасы 0,6 грамм. Ал енді мына көміртек және сутек атомдарын қосып көрейікші. Бізде оның мәні неге тең екен? Бұны қосқан кезде бізде жоғарыда берілген жалпы массаға берілген органикалық зат массасына тең болмаған жағдайда, демек оттек те бар деген ойға келеміз. 0,24-ке 0,06-ны қосатын болсам, демек менде 0,3 грамм болды жалпы мына көміртек және сутек атомдарының массасы. Ал енді жоғарыға шығып, органикалық заттың массасына мән беретін болсам, оның массасы 0,62-ге тең еді. Демек, бұл жерде 0,62-ден 0,3-ті азайтқан кезде менде 0,32 саны бұл біздегі оттектің массасы болып тұр екен, оқушылар. Демек, бізде тағы да оттек те бар екен. Сол жағына мән беріңіздер. Түсінікті ғой, иә? Мол сандарын пайдаланып, олардың массаларын таба аламыз. Яғни массаларын қосқан кезде, мына жоғарыда есептің шартында берілген жалпы массаға тең болмаған жағдайда, олардың айырымы бізге оттек те бар екені туралы мәлімет береді екен. Олай болса, оттектің біз таптық массасын, енді оның да зат мөлшерін тауып жіберейік. Себебі бізде формула табу үшін зат мөлшерлерінің қатынасын алатынымыз белгілі. Барлық мәліметтер дайын болды. Яғни, бұл жерде көміртектің зат мөлшері 0,02, сутектің зат мөлшері 0,06, ал оттектің зат мөлшері 0,02 мол болды. Енді олардың қатынасын алатын болсам, әрине белгісіз заттың формуласын таба аламын. Ал сутектің зат мөлшері бізде 0,06-ға тең, ал оттектің зат мөлшері 0,02-ге тең. Мына қараңыздар, әрқайсына 100-ге көбейтсеңіздер, жеп-жеңіл көрініп тұр. Мына 2-ның қатынасы 6-ға, оның қатынасы 2-ге болып тұр. Или қарапайым формуласын жазамыз десек, бәрін бірге келтіреміз. 1-дің қатынасы 3-ге, оның қатынасы 1-ге. Қарапайым формуланың құрамында не бар болды? Көміртек, сутек, оттек. Яғни олардың қатынасы С1 болды, H3 болды, O1 болды. Енді оны табатын болсақ, 12 плюс 3 плюс бізде 16. Демек, оларды қосқанда 31-ге тең болып қалады екен. 31 грамм бөлінген молға. Ал енді жоғарыға қарайықшы, бізде ауа бойынша тығыздығымен тауып қойған масса бар еді. Оның мәні 62-ге тең екен. Демек, біз сол 62 молдық массаны ең қарапайым формуладағы массаға бөлетін болсақ, бізде көміртек саны келіп шығады. 2-ге тең деген сөздің мағынасы бұл біз іздеген заттың құрамында 2 көміртек бар. Мына жоғарыдағы формулаға қайтсақ та болады. Мына мән беріңіздер. Мына формулаға қайтатын болса, қараңыздар қатынасқа. Демек, біз іздеген формуланың құрамында С2, H6,
O 2 екен. 62 болатын болса, бұл бізде әрқашан көп атомдық спирт, яғни этилен гликол немесе этандиол болып есептеледі. Қалай оқушылар, сіздерге түсінікті болды ма? Демек, біз тағы бір рет не дейді, қайталап жіберейік. Белгісіз органикалық зат деген сөз болса, есептің шартында, демек көмірсутек емес, ол жерде көміртек және сутектен басқа оттек те болуы мүмкін деп болжаймыз. Сол үшін бұны білу мақсатында зат мөлшерлерін тауып, артынан массаға айналдырған кезде массалардың қосындысы жоғарыдағы жалпы берілген массадан кіші болатын болса, демек бізде оттек бар деген сөз. Солай болжап, оттектің массасын тауып аламыз. Тағы да оның да зат мөлшерін табу арқылы олардың әрқайсының көміртектің, сутектің, оттектің қатынастарын алып, басында қарапайым формуланы, артынан нақты формуланы таба алдық. Бұл формула бізде этилен гликол немесе этандиол формуласы екен. Мына қараңыздар, С2, мына H6 деп тұр, 2, 4, 5, 6 болып тұр. Менің ойымша сіздерге өте түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Келесі литрмен көлеммен берілген екен. Көлемі 5-6 литр газ тәрізді органикалық затты жаққанда 16-8 литр көмір қышқыл газы, 13,5 грамм су түзілді дейді. Бастапқы заттың 1 литрінің массасы 1,875 грамм болса, белгісіз қосылыстың формуласын табыңдар. Демек, оқушылар, берілген жазып аламыз әрқашан. Бұл біздің бірінші қадам. Енді шешу үшін кішкене логикалық не дейді, тұжырымдармен сіздермен бөлісейін. Мына жерде мән беріңіздер. Әрқандай заттың 1 молы ол бізде эмерге тең болады. Екінші жағдан оның көлемі 22,4 литрге тең болады. Сондықтан да мына 1 литрінің массасы 1,875 грамм болатын болса, 1 мол газдың көлемі 22,4 литр болса, оның массасы қаншаға тең дейміз? Себебі ол бізде эмерге тең болып қалады. Бұл санды есептесек 42 грамм бөлінген молға тең екен. Демек, белгісіз қосылыстың эмері белгілі болды, ол 42 грамм бөлінген молға тең екен, молдық массасы. Ал енді оны шешуге кірсек, бірінші жоғарыдағыда енді біліп қалдыңыздар, зат мөлшерін табатын боламыз. Бұл жерде зат мөлшерін табудың екінші формуласын қолданамыз. Неліктен? Себебі мына көлеммен беріліп тұрғандықтан біз В бөлінген ВМ, яғни берілген көлемді салыстырма көлемге бөліп, зат мөлшерін таба аламыз. 16-8 литрді 22-4-ке бөліп жібердім. Оның мәні 0,75 молға тең екен. Бір атом көміртек болғандықтан, олардың мол санда бір-біріне тең болады. Сол жерде суының да тауып жіберейін зат мөлшерін. 13,5 грамм мына жерде. Бөлемін 18-ге, судың молдық массасы. Демек, 13,5-ді 18-ге бөлсем, менде ол да 0,75 молға тең болып тұр. Сіздер де есептеп көріңіздер. Бірақ дегенмен бұл мәнді біз 2-ге көбейтеміз, себебі суның құрамында 2 сутек болғандықтан. Демек, 0,75-ті 2-ге көбейтсем, менде болады 1,5 мол. Енді менде мына берілген органикалық заттың құрамында оттек бар ма, жоқ па деген сұраққа жауап беру үшін мына екеуінің қазір массаларын табайын. Демек, көміртектің массасы 0,75 молды көбейтеміз 12-ге. Оның мәні тең болады екен 9 граммға. Көміртек 9 грамм. Ал енді сутек массасын табатын болсақ, демек 1,5-ті көбейтеміз 1-ге. Демек, 1,5 грамм болады. 9 граммға 1,5 граммды қосатын болсақ, оның жалпы массасы 10,5 грамм болып тұр. Формуланы көп қолдансаңыздар, қиналмайсыздар. Біз жоғарыда 5-6 литр берілген еді. Оның массасы 10,5 граммға тең екенін есептеп шықтық. Демек, заттың құрамында тек С және H бар екен. Оның қарапайым формуласын тауып жіберейік енді. Демек, қарапайым формуласын табу үшін біз олардың қатынастарын алуымыз қажет болады. Көміртектің сутекке қатынасы тең болады екен. Мына жоғарыда тапқан едік, 0,75-тің қатынасы 1,5-ға. Бұл деген сөздің мағынасы 1-дің қатынасы 2-ге. Демек, біз ең қарапайым формуланы таптық десек болады. SH2 екен ғой.
Демек 12 плюс 2 тең 14 болып жатыр. Енді жалпы бізде СH2 14-ке тең болса, жоғарыдағы белгісіз заттың формуласын тапқан, емерін тапқан болатынбыз. Соны пайдалану арқылы біз SXHY-ті таба аламыз. Демек бізде SXHY-тің массасы болған еді 42-ге есептеп шыққан едік. Сіздерге бір көрсетіп жіберейін, я. Жоғарға шығайық. Бізде оның мәні 42-ге тең болған. Мына көрініп тұр. Демек 42-ні қарапайым формуланың массасына бөлетін болсақ, бізде бұл саны келіп шығады. Бұл сан бізде 42 грамм бөлінген молға тең болған. Олардың қатынасын алған кезде, демек көміртек саны бізде 42-ні бөлеміз 14-ке, нәтижесінде 3-ке тең екен. Мына жердегі С көміртек және сутек қатынастары бірдің қатынасы 2-ге болып тұрғандықтан, С 3 болған кезде, бізде көміртек 3 болған кезде, демек формуламыз сутек оған қарағанда 2 есе көп H6 болады екен. Демек біз іздеген формула S3H6, яғни пропеннің формуласы болып тұр екен оқушылар. Демек, қадірлі оқушылар, жану өнімдер бойынша қарапайым формула табуға байланысты сіздермен 3 типтегі есептерді шешіп көрсеттім. Менің ойымша сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді сіздерге мына алған білімдеріңізді тағы да пысықтау үшін үйге тапсырма бергім келіп тұр. Сіздер оқулықтың, оқушылар, 78-ші бетіндегі бірінші, екінші, үшінші есептерді шешіңіздер. Сол кезде мына бүгін үйренген барлық білім-білік дағдыларыңыз тағы да тереңдей түседі. Мынандай есептер келсе, ешқандай бір кедергісіз шешіп тастайсыздар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Мына барлық бүгін алған контенттерді дәптерлерге әдемілеп жазып, үй тапсырмаларын шешіп қоясыздар. Нәтижесінде мына бүгінгі тақырып сіздерге өте түсінікті болады. Ал мен болса бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттім деп ойлаймын. Себебі сіздермен бүгін органикалық заттардың жану өнімдерін пайдаланып, қалай формула табуға болатын 3 есептің шешу жолдарымен бөлістім. Және бұлардың әрқайсысын сіздер үшін ыңғайлы түсінетін тілде, қарапайым тілде түсіндіріп шықтым. Демек, бүгінгі мақсатымыз сол заттың молекулалық формасын анықтау есептерін шығара алуларыңыз керек еді. Мына сабақтан кейін сіздер әрине шығара аласыздар, мен сіздерге сенемін. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.